Мысалы, Алла саған көлік берді, сен көлікке қарамай жатсың. Шүкірлік қалай болады оны? Қараумен болады. Сен әрдайым көлікке қараған кезде оны жу, көлігің таза ұста, бисмилля деп ішіне отыр. Ана отқан кезде баяғы жаяу жүргендердің есіңе түсіп, Аллаға мақтау айтып жүрді. Алла қандай маған керемет көлік берді. Мүмкін ол ескі болуы мүмкін жылы. Маркасы да ескі болуы мүмкін. Бірақ сен оны қандай қабылдап жатсың? Шүкірлікпен, Аллаға шүкір, жаяу жүргеннен гөрі, мынау керемет қой көлік қой деп. Міне ана үлкен қымбат көлікке адам осылай бару керек. Алла Тағала осыны шүкір еткенің үшін, енді Алла Тағала бұдан да мықтысын береді саған жақында. Асықпаңдар, сразу келеді саған. Оны да мынау секілді қабылда бірақ. Қандай керемет. Сонда біз Алла Тағаланың әрбір нығметін бағалаумен сен барасың ғой анаған осы жаққа. Мен пока мына пайдаланып тұра берейін, бұл ойындағы емес негізінде. Қатты ұнап тұрған жоқ маған. Ну пайдалана берейін. Мен анау десең ешқашан анаған барамайсың сен. Өйткені сен не істемей жатсың, мынаған шүкір етпей жатсың. Или Құдай қосқан жарыңа шүкір етпей жатсың, бала-шағаңа шүкір етпей жатсың, денсаулығыңа шүкір етпей жатсың. Денсаулыққа қалай шүкір етесің? Қарау керек маған. Бұның спортпен айналысу керек, таза су ішу керек, витаминдер жеу керек. Бұның шүкірі солай. Денсаулығыңа Алла баракат беріп қояды. Шүкірлік осылай болады.